Оның әпкесі Forever продукциясын ашып язғадан жазылған екен. Сосын оның алдында екі түрлі выбор болды. Либо Coral Club, или болмаса Aloe Vera. Екеуінің біреуін ішемін организмде паразиттерден құтыламын деп. Оның самый главный проблемасы тырнағының айналасының бәрі грибок болып кеткен, экзема. Андай тырнақтардың бәрі көтеріліп кеткен. Шомыламайды, посуда жуалмайды, су ұстаса ашиды, бір нәрсеге кішкене саусақ тиіп кетсе ауырады екен. Содан өте қатты қиналған. Ұзақ уақытта 3-ші класстан бері паразитпен қиналып жүр екен. Кетеді, қайтадан пайда болып қалады. Кетеді, оның өзін анализ тапсырғанда L, G деген нелер болады екен ғой, показательдер. Сол постоянно старый, организмде постоянно жүре беретін личинкалары организмде полностью кетіп қалмайды екен да. Жаңадан пайда болғандар кетеді, видимо, шығатын жерге жақын жерлерге тұрғандары кетіп қалады, а постоянно қалып қала береді екен. Сонымен ұзақ уақыттар бойы қиналып жүрген, одан кейін тұрмысқа шықты, балалы болды, баласына өткен екен, ол 1 жастағы баласына да аяғына экзема шыққан. Сол бір паразиттің кесірінен, получается, кожасы құртылды, гемоглобин түсіп кетті, постоянно ұйықтай бергісі келеді, жата бергісі келеді, еріншек, ешнәрсе жасағысы келмейді, кожасы сухой болып кеткен. Сонымен маған хабарласты, сендерде Forever'де не бар ішетін? Бізден 4 литр сок алоэ ішті, прополис, чай, 2 чеснок тимян, одан кейін файбер ішті. Бар болған 2 апта ішті. Чеснок тимянның өзінің несі бар ғой, схемасы бар, который ішетін. Сол бойынша мен оған бердім, сол бойынша ішті. 2 аптаның ішінде бүкіл ана несінен құтылды, мен аскаридодан құтылды. Қызына только сокпен чеснок тимянды берді. Қызынан да тоже несі кетті. А ол кетті, вот 2 апта бітті, 2 апта біте салып, сразу екінші баласын аяғы ауыр болыпты. Очистка, получается, очистка жасаған, содан кейін сразу көтерген екен екіншісін. А екіншісін көтерген кезде ол да вообще токсикоз болған жоқ. Хотя бірінші бағанағы қызы, аскарида бар ішінде, сол көтеріп жүрген кезінде токсикозбен өте қатты қиналдым дейді. Прям азаннан кешке шейін тұра алмаймын, құса бергім келеді, ешнәрсе жей алмаймын дейді, тамақ жей алмаймын, нормальный адам сияқты жүре алған жоқпын дейді. А вот екіншісінде Forever'ді ішіп, очистка жасап, одан кейін еще антипаразиттан кейін пайтопред ішті осыны. Қазір жақсы, прям керемет болып, риза болып маған отзыв жіберді, до и после анализер результаттарын жіберді, доп несінде положительный деп прям қызылмен жазылып тұрған, одан кейінгісі отрицательно. Ол Ташкентке барып ішін шай қызды. Хотя Ташкентке кетпей тұрған кезде мен оған айттым, сен давай сен Ташкентке бармай-ақ қоясың, лучше соған кеткен ақшаңа продукция алшы, сен маған рахмет айтасың потом. Жоқ, мен Ташкентке барып көрейін, но все равно бәрі сонда барып көрейін деп. Клизма жасатып, шегін тазартып келді, келіп анализ тапсырды, все равно паразит шықты. Традиционный медицинамен емделді, көп